Сәлем достар, бүгін бізде ши бауырсақтар. Керек заттардың барлығын описанияға қалдыратын боламын. Мінекей жұмыртқамызды, 2 тал жұмыртқамызды, одан кейін қантымызды қосып, екеуі қант ерігенге дейін араластырасыздар. Қант ішінде түйіршіктер болмау керек, еріп кету керек. Келесі кезекте соданы қайнақ суға ертіп аламыз. Егерде шай қасығыңыз үлкен болатын болса, тек ұшымен ғана қосыңыз. Жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды себелеп отырып, екінші қолымызбен венчикпен араластырамыз. Осылайынан нанымыз венчик араласпай қолыңыз ауырлай бастаған кезде қолмен илей бастаймыз. Нанымыз біздің жұмсақ болу керек және қолға жабыспайтындай болып иленуі керек. Мінекей қолға жабыспайтындай болып келе жатыр. Шетінен ортасына қарай илейміз, сонда нан тез тынатын болады. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 10 минут, 15 минут күтесіздер. Міне, нанымыз дайын болды. Нанымызды жайып бастаймыз. Наныңыз үлкен болатын болса, 2 бөлікке бөліп алсаңыз болады. Біз бір бөлігін жасайтын боламыз. Нанымызды жаямыз. Нанның қалыңдығы 2 мм-ден кем болмау керек. Мінекей жайылған нанымызды ұзынша етіп кесеміз. Сонан соң бірін үстіне бірін қойып кесіп аламыз. Бұлай жасау міндетті емес, өз қалаңызша кессеңіз де болады. 2 см-ден кесіп аламыз. Дәл осылай кесетін болсаңыз, онда соң жағында кішкене арасын ашып осылай себелеп жіберіңіз. Жабысып қалуы мүмкін. Қызып тұрған майымызға бауырсағымызды қуырып аламыз. Мінекей бауырсақтарымыз дайын. Шаймен ішкенге өте тез дайын болатын тәтті тағам. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кезекте қандай видеолар көргіңіз келеді?